Қырғызстанда жүк көлігі 29 баланы қағып кетті. Қырғызстанның Жалал-Абад облысы Созақ ауданында балмұздақ таситын жүк көлігі 29 баланы қағып кеткен. Оқиғаны жергілікті хабар агенттігіне денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері растады. Оқиға 2 мамырда сағат 13:30-да болған. Ведомство мәліметінше, зардап шеккендер 9-дан 16 жасқа дейінгі балалар. Қазіргі уақытта ауруханаға 7 бала жатқызылған. Олар жан сақтау бөлімінде. Үшеуінің жағдайы ауыр деп бағаланыпты. Созақ аудандық ауруханасында 3 бала, жалпы дәрігерлік практика орталығында 8 бала жатқызылған. Олардың жағдайы орташа ауырлық дәрежесі ретінде бағаланады. Төтенше жағдай орнында 11 балаға көмек көрсетілді. Оларды амбулаториялық емдеуге жіберді. Денсаулық сақтау министрі Алымқадыр Бишеналиев зардап шеккендерге көмек көрсету мәселесін жеке бақылауға алып, оларға сапалы медициналық көмек пен дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді тапсырды. Сайттар таратқан ақпаратқа сәйкес, оқиға болған жерде Тал ауылында шайлауға жиналған жүздеген оқушы Манас эпосынан үзінді оқыған. Облыстық ауруханаға 7 бала жеткізілді, барлығына да тиісті көмек көрсетілді дейді хабарламада. Полицияда осы іске қатысты түсініктеме берді. Көлік портында балаларға балмұздақ таратылуы тиіс болған. Жүргізушінің айтуынша, ол көлігін іс-шара өткен жерден жоғарырақ аумаққа қойған. Көлік қалай төмен қарай жүріп кетіп, балаларды басып өткені беймәлім дейді құқық қорғау органдары. Скорый!